Алматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров ауылы Есмұрат Сиқымов атындағы орта мектебі, мектеп жатындағы интернаты мен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің физика пәнінің мұғалімі Бейсенбаева Шұғыла Нұрқасымқызы. 7-ші сыныпқа арналған физика сабағын ұсынамын. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Егер де сабаққа түгенделген болсақ, онда сабағымызды бастайық. Оқу білім бұлағы деген сөз бар халықта. Оқы, үйрен әрқашан, үйренуден жалықпа дей келе, бүгінгі сабағымызға белсенді түрде қатысайық. Өтілген тақырыпты пысықтау мақсатында суреттерді сөйлетіп көрейік балалар. Мына қозғалыстағы денелердің қайсысының кинетикалық энергиясы көп? Ұлудікі ме, әлде ұшақтікі ме? Дұрыс айтасыздар балалар. Ұшақтың кинетикалық энергиясы өте көп екен. Келесі тапсырма. Мына мысалға қарай отырып, жауап беріп көрейік. Суреттен қандай энергия түрін байқауға болады? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл суретке қарай отырып біз кинетикалық энергияны байқай алады екенбіз. Себебі жылдамдық артқан сайын оның кинетикалық энергиясы байқалады екен. Мына желаяқтың массасы 100 килограмм. Ол 8 метр секунд жылдамдықпен жүгіріп келеді. Оның кинетикалық энергиясын анықтап көрейік. Дұрыс айтасыздар балалар. Кинетикалық энергияның есептеу формуласын пайдалана отырып, есептегенде нәтижесінде біз 3200 джоулды алдық. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептер шығару. Яғни біз кинетикалық энергияның есептеу формуласын пайдалана отырып, бүгінгі сабақта есептер шығаратын боламыз. Алынған теориялық білімімізді практикамен ұштастыра алады екенбіз. Бүгінгі жаңа сабағымызға байланысты терминдерді қайталап көрейік. Энергия, энерджи, кинетикалық энергия, кинетическая энергия, кинетик энерджи, жылдамдық, скорость, спид, масса, weight, механикалық энергия, механическая энергия, mechanical energy. Сіздерге қазір ұяшықта жасырынған тапсырмалар беріледі. Яғни, бірінші, екінші, үшінші ұяшықтарда біз сұрақтарға жауап берсек, төртінші, бесінші, алтыншы ұяшықтарда біз кинетикалық энергия формуласын пайдалана отырып есептер шығаратын боламыз. Ал жетінші, сегізінші, тоғызыншы ұяшықтарда балалар біз физикалық шамаларды халықаралық бірліктер жүйесіне айналдыра отырып есептеп жүргізеді екенбіз. Сонымен кім қандай ұяшық таңдайды екен? Таңдалған ұяшық бірді ашып көрейік. Қандай денелер жұмыс істеуге қабілетті? Дұрыс айтасыздар балалар. Тек қозғалыстағы денелер ғана жұмыс істеуге қабілетті екен. Келесі, кім қандай ұяшықты таңдайды екен? Таңдалған 6-шы ұяшықты ашып көрейік. 15 метр секунд жылдамдықпен вертикаль жоғары лақтырылған массасы 250 грамм дененің кинетикалық энергиясы қандай? Дұрыс айтасыздар балалар. Бұл жерде есептеу жүргізу үшін кинетикалық энергияның формуласын пайдалана отырып, есептеу жүргізгенімізде нәтижесінде жуық мәнмен 28 джоул болады екен. Келесі, қандай ұяшықты таңдаймыз? 8-ші таңдалған ұяшықты ашып көрейік.
Союз сериялы ғарыш кеменің массасы 6,6 тонна болса, оның орбита бойымен 7,8 километр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалғандағы кинетикалық энергиясы қандай болады? Дұрыс айтасыздар, балалар. Бұл жерде ең бірінші біз физикалық шамаларды халықаралық бірліктер жүйесіне келтіріп алады екенбіз. 6,6 тоннамыз 6600 килограммды берсе, 7,8 километр бөлінген секунд жылдамдығымыз 7800 метр бөлінген секундқа тең болады екен. Яғни есептеу нәтижесін жүргізгенімізде, нәтижесінде үлкен шамаға тең болады екен. 2 көбейтілген 10-ның 11 дәрежесі жолға тең болады екен. Келесі балалар өмірмен байланысатын жағдаяттарға сыр шертіп көрейік. Бірінші тапсырмамыз. Құрылыста жұмысшылар жұмыс істеуде. Жұмысшының біреуі 10 кірпішті, ал екіншісі 2 кірпіш көтеріп бара жатыр. Олар кім толық болса, соның энергиясы көп, сондықтан ол көп жұмыс істейді дейді. Ол бірақ үнемі жұмыс істей алмайды. Сіздер қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, балалар. Яғни бұл жерде 10 кірпіш көтерген жұмысшы көп энергия жұмсайды екен. Себебі оның жылдамдығының артуына байланысты бұл жерде кинетикалық энергия жүзеге асады екен. Келесі тапсырмада өмірде органикалық отын, тас көмір, мұнай, газ, шымтезек, ағаш сияқты энергиялар туралы мәселелер жиі көтеріледі. Жер қойнауынан өндірілетін органикалық отын қорларының өте жылдам азаюы адамзатты қатты алаңдатып отыр. Сіздің ойыңыз қандай? Әрине, дұрыс айтасыздар, балалар. Бұл жерде, егер де жер қойнауындағы өндірілетін органикалық отын қорлары азаятын болса, біздің тұтынатын энергиямыз да азайып қалатыны сөзсіз. Келесі тапсырмада Астанада ұйымдастырылған дүниежүзілік Экспо 2017 көрмесі де энергияның балама көздерін тауып, тиімді пайдалану мәселелеріне арналды. Күн және жел энергиясы туралы ойларыңыз қандай? Біздің Ақсу ауданы қандай энергия көзін пайдаланады? Дұрыс айтасыздар, балалар. Экспо 2017 көрмесінде әрине біздің энергияның балама көздері туралы тиімді мәселелер қозғалғаны анық. Яғни соның ішінде күн және жел энергиясы бұл өте бізге үшін пайдалы. Күн және жел энергиясын пайдалану арқасында біз энергияны үнемдей алады екенбіз. Ал біздің Ақсу ауданы су энергия көзін тұтынады екен. Келесі тапсырма. Техникалық құралдарды алар кезде қандай ерекшеліктерді ескеруге болады? Қуаттылығы көп техникалық құрал энергия шығынына тәуелді бола ма? Қуатты машиналар қандай шамаларға тәуелді болады деп ойлайсыз? Әр заманға сай техникалық құралдардың қуаттылығының ерекшелігін салыстырып көріңіздер. Дұрыс айтасыздар, балалар. Біз әрқандай техникалық құралдарды алар кезде олардың ерекшелігіне мән беруіміз керек. Яғни қуаттылығы жоғары ма, немесе оған көп қуат энергиясы жұмсала ма, соған да назар салуымыз қажет екен. Қандай да бір қуатты машинаны алар кезде оның біз қаншалықты энергия тұтынатынына мән беруіміз керек. Әр заманға сай техникалық құралдардың қуаттылығы да түрліше болып келетінін біз күнделікті өмірден көріп жүр екенбіз. Білім біліктілікке жеткізер баспалдақ, ал біліктілік сол білімді іске асыра білу дағдысы деген ұлы ұстаз Ахмет Байтұрсынов. Ендеше балалар, бүгінгі өтілген сабаққа байланысты сабақ мазмұны бойынша әркім өз ойын білдірсе, ол үшін мына кестені маған толтырып жіберсеңіздер. Бүгін қандай жаңа білім алдыңыздар? Алған білімдеріңізді болашақта қолдана аласыздар ма? Сізге қандай қиындық тудырған түсініктер болды? Сау болыңыздар, балалар. Келесі кездескенше.